Сонымен достар, адам неге өзін бақытсыз сезінеді? Фрейдтің айтуы бойынша адам психикасы 3 бөліктен тұрады. Олар бірінші ид немесе ано, яғни біздің жанымыздың түбінде терең жасырылған біздің бейсаналы өзіміз білмейтін қалауларымыз, яғни не болмаса табиғи инстинкттеріміз. Одан кейінгі бөлік сверхия немесе супер эго деп аталады. Бұл біздің ар ұят ұжданымыз, қоғамның тыйымдары мен моральдары, діннің тыйымдары, не болмаса әкеміздің, шешеміздің берген тәрбиесінен қалыптасқан установкалар. Және шешуші нәрсе, сіздің мойныңызға жауапкершілік алатын нәрсе, ол яғни эго деп аталады. Бұл ішкі меніңіз, внутренний меніңіз. Енді адам неге өзін бақытсыз сезінеді? Мысалы, ид, ано, ішіңіздегі бессознательный қалау. Я хочу секса дейді. Мысалы. Но муж или жена мне не нравится. Мен басқа біреуді қалаймын дейді. Осындай қалау оянды ішіңізден. Ал бұған не деп жауап береді суперэго? Қоғамның тыйымдары, тәрбиеңіз, ар-ұжданыңыз. Ол болмайды. Сен күнәһар боласың. Сен біреудің границасына кіресің. Сен күнә жасайсың. Сен дұрыс емес нәрсе жасайсың деп, яғни сізді екінші жағыңыздан қыса бастайды. Сол кезде адам қай жағын таңдарын білмей, депрессияға түсе бастайды. Я хочу разврата деп, мына жақтан ид, яғни бессознательный қалау қысып жатыр, мына жақтан ар-ұждан мен тәрбиесі қысып жатыр. Енді бұндай жағдайда не істейді адам? Өзінің партнерін, яғни күйеуін немесе әйелін құнсыздандыра бастайды. Ол мені көп ренжіткен, ол мені ұрған соққан, ол менің қалауымды орындамаған. Яғни өзінің бала кездегі әкесіне немесе шешесіне қалған обидаларының бәрі қозып, өзінің партнерына қарай перенос болады. Бұл не үшін? Бұл жаңағы іштегі бессознательный қалау өзінікін орындау үшін, суперэгоны жеңілдету үшін жасалатын нәрсе. Осыдан кейін барып измена болуы мүмкін, одан кейін суперэго шығады мына жақтан. Сен дұрыс істемедің, сен кінәлісің, сен айуансың, сен развратниксің. Болды. Осы екі жақтан екі қысым қысқан кезде адам дүбәра болып не істерін білмей, жанын қоярға жер таппай жүреді. Себебі ішкі конфликт деген нәрсе осы. Келгеніңіздің ішіңізде екі дауыс бар ғой, білесіздер. Битсем қайтеді, битсем қайтеді деп бір-бірімен қырылып тұратын. Внутренний конфликт дейді бұны. Ішіңізде осындай конфликт болып жатқан кезде, сізде сыртыңызбен де конфликт мүлде тоқтамайды, айналаңызбен де қырыла бересіз. Бұндай внутренний конфликт сіздің ішіңізде не себепті болып жатыр? Себебі сізде мына внутренний эгоңыз толық қалыптаспағандықтан. Сіздер түсінетін эгоизмдегі эго емес, ішкі менің қалауым қайсы? Менің ересек осознанно шешімім қайсы? Осы екеуінің қайсы менің шынайы қалауым? Яғни соны істеп және сол нәрсеге жауапкершілік ала алмағандықтан сіз өзіңізді бақытсыз сезінесіз. Тағы бір мысал келтірейік. Мысалы, сіз ақша тапқысы келеді. Сверхияңыз айтады. Ақша табу үшін сату керек, жарнамалау керек. Ал оны сататын болсақ, жарнамалайтын болсақ, анау күледі, жұрт не деп айтады, ел мазақ қылады деп сізді тоқтатады. Ал идіңізға немесе аноңызға ақша мүлде керек емес болуы мүмкін. Я хочу разврата и секса с другим человеком деп атқан болуы мүмкін ішіңіздегі. Сізде осындай жағдайда ақша болуы мүмкін ба? Әрине жоқ. Себебі ішкі жан дүниеңіз аққу шортан хәмшаян болып үш жаққа тартып жатыр. Ал енді маған келген адамдар өзін қалай жеңіл сезінеді, өзінің ішкі менін қалай табады, өзін қалай бақытты сезініп бастайды. Менің жұмысым адамның әңгімесін тыңдап отырып, осы итта жатқан, супер эгода жатқан внутренний конфликттерді, бессознательный, предсознательный уровеньде жатқан конфликттерді клиентпен сөйлесіп отырып, міне сознательный уровеньге шығарып беремін. Одан кейін міне клиент өзі таңдау жасайды. Қайсы оның шынайы қалауы? Мына жолға кете ме? Мына жолға кете ме? Қай жаққа барса өзін жайлырақ, бақыттырақ сезінеді. Шешімді клиенттің өзі қабылдайды. Менің ақыл айтпаймын деп айтатыным осы. Себебі сіздің ішіңіздегі қалаудың, сіздің ішіңізде болып жатқан конфликттің шешімін сіз ғана білесіз. Сіздің жаныңызды рахаттандыратын нәрсені, сізге бақыт сезіндіретін нәрсені қалай қарай бару керектігін тек сіз ғана білесіз. Менің міндетім осы. Аномен
сверхяның ортасында болып жатқан бессознательный және предсознательный уровеньдегі конфликттерді қалқытып судың бетіне шығарып беру. Яғни сознательный уровеньде білуіңіз керек осы нәрсені. Сол кезде сізге таңдау жасау жеңіл болады. Менің міндетім осы.